қалай қол жеткізе аламыз, сол туралы түсіндіріп өткім келіп тұр. Яғни бірінші ойын арқылы оқыту технологиясы ойын элементтерін қолдану арқылы оқушылардың белсенділігін арттырып, тиімді нәтижеге жетуге көмектеседі. Мысалы, төрт сурет, бір жауап деген ойынды алатын болса, белгілі бір элементтер бойынша оқушылардың өзінің тиімді, өзінің белсенділігін арттырады және өзінің нәтижеге қол жеткізуіне ықпал жасайды. Екінші, ғажайып алаң деген ойынды айтқым келіп тұр. Бұл ойын сабақтың ортасында, соңында және басында қолдануға болады. Мысалы, сабақтың басында өткен сабақты еске түсіру үшін, ал сабақтың ортасында балалардың көңіл күйін сергітіп, ерік-жігерін дамыту үшін және сабаққа деген ынтасын арттыру үшін қолдануға болады. Ал сабақтың соңында тақырыпты бекіту үшін және алған білімді жинақтау мақсатында осы ойынды қолдануға болады. Сонымен қатар математикалық лото деген ойын бұл өздігінен шығармашылықпен жұмыс істей білу қабілетін және біліктілігі мен дағдыларын қалыптастырады оқушылардың. Және мұнда берілген тапсырмалар жедел әрі сапалы меңгертуге бағытталған. Мысалы, сіздерге математика сабағында қолданылатын математикалық баскетбол деген ойынын көрсеткім келіп тұр. Бұл ойын оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігін және есепті жылдам орындауға деген қабілетін арттырады. Егер оқушыларға бұны бірінші сыныптан беретін болсақ, өте тиімді. Мысалға, оқушыға 5 пен 3-тің айырмасы нешеге тең деп айтсам, оқушы дұрыс жауап бермесе, доп орнында қозғалмай тұрады. Дұрыс жауап бермесе, ал егер бала 5 пен 3-тің айырмасы 2-ге тең дейтін болса, доп торға түседі. Осылайша 2 мен 3-тің қосындысы 5-ге тең, 5 пен 2-нің айырмасы 3-ге тең деп әр дұрыс жауап берген сайын доп торға түсіп отырады. Бұл балалардың қызығушылығын арттырады. Және егер дұрыс орындамаған жағдайда торға түспесе, бала әрі қарай талпынады дұрыс есепті дұрыс шешуге. Себебі бізде баскетбол ойыны жылдамдықты қажет етеді. Келесі ойын ғажайып жетілік деп аталады. Мұнда 7 сан берілген, балалар осының ішінде қалаған санды таңдайды. Мысалы, бала мұнда 5-ті таңдайтын болса, есеп беріледі. Сыныптағы 24 оқушының 6-ы қыздар, қыздар сыныптағы бар оқушылардың неше пайызын құрайды. Мұнда топтық жұмыспен жасаса да болады, жұппен жасаса да болады. Ол өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты. Мұндағы жауабы 25 пайызды құрайды. Осылайша көптеген тапсырмалар 7 санды өздері таңдай отырып, көптеген сұрақтарға жауап бере алады. Келесі ойынымыз математикалық лото деп аталады. Бұл ойында балаларға қызыл, сары, көк конверттер беріледі. Және бірнеше сандар беріледі. Әр сандардың ішінде сұрақтар болады. Мысалы, қызыл конвертте математикалық сұрақтар, сары конвертте логикалық сұрақтар, ал көк конвертте мақал-мәтелдер беріледі. Ал енді бұл мақал-мәтелдер де математикаға байланысты болады. Ойынның шартын түсіндіріп өтетін болсам, қызыл конвертте мысалға бір санды таңдаған кезде ішінен текше шығуы мүмкін. Егер текше бағаны түссе, тапсырма ол практикалық жүзінде орындалады. Яғни балаға тапсырма беріледі, қағазбен немесе өздері құрастырып, практикалық жұмыс жасайды. Ал оттың суреті шықса, оның осыған дейін жинаған оқушының балы күйіп кетеді. Ал сары конверттерді лотерея билеті шықса, керісінше ол ешқандай сұраққа жауап бермесе де, ол 20 ұпай алады. Ал қамалдың суреті шықса, қиын есепке ие болады, ол арнайы бейне сұрақ арқылы беріледі. Ал көк конвертте алтын сандық шықса, ол олжаға кенеледі. Яғни балаға біз сол жерде сыйлық береміз. Ары қарай ойынды жалғастыру мүмкіндігі бар. Ал өрмекші торына түссе, көрермендер сұрағына ие болады. Яғни оқушылар немесе ұстаздар оған өзінің ойындағы сұрағын қоя алады. Мен біздің жобамызды Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен аяқтағым келіп тұр. Яғни Ахмет Байтұрсынов басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз қажет. Ал күшті болу үшін бізге бірлік қажет дейді. Және бірлік үшін біз осы керектерін бірлік керек дейді. Осы керектерінің жолында біз жұмыс жасауымыз қажет дейді. Яғни біздің басты мақсатымыз балаларды мейірімділікке, әділеттікке, әдептілікке тәрбиелей отырып, зейінді, зерделі, білікті ұрпақ тәрбиелеуіміз қажет.
яғни біз ойын арқылы балалардың жүйкесіне салмақ салмай, ұғындыра, оқыта үйрету біз үшін өте тиімді, және ол әр ұстаздың шеберлігіне, яғни осы нәтижеге жету әр ұстаздың шеберлігіне, шығармашылығына байланысты. Назарларыңызға рахмет.